Қазақтың ұлттық тағамы макарон палау дайындаймыз. Не себепті ұлттық? Өйткені бұл тағам әр қазақ отбасында кемі аптасына бір рет дайындалады. Қазір комментарийде ұлттық несі, не масқара деп мені жеп қоймаңыздар, дайындап көріңіздер. Алдымен қазанға майды құйып, етімізді салып, жақсылап, еті қызарып, суы тартылғанша қуырып аламыз. Ет сізде негізі жасай берсеңіздер болады. Одан кейін пияз, болгар бұрышын салып, тағда жақсылап 1-2 минуттай араластырып қуырамыз. Одан кейін сәбіз қостым, қызанақ, дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштерін қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Видеоны жай ғана қарап өтіп кете салмай, дәл қазір парақшама тіркеліп алыңыздар. Жақсылап қуырылғаннан кейін суын құйып, еті піскенге дейін қайнатамыз. Еті пісуге жақын қалғанда картоп қоссаңыздар болады. Бізде енді үйде балалар картопын теріп жеді, сол себепті қостым. Кейбір кісілер қоспаймыз деп жатады. Тағда картопы піскенше қайнатамыз. Әдемі баяу отта қайнау керек. Соңында макаронды саламыз.